Сәлем достар. Бүгінгі бейнероликте біз 10 қызықты ағылшын тіліндегі сөз тіркестерін қарастыратын боламыз. Ендеше бастайық. Біріншісі, break the ice. Ыңғайсыз, қолайсыз немесе тым ресми ахуалды жеңілдету. Яғни адамдар арасындағы қарым-қатынасты жеңілдету үшін қолданылады. Мысалы, at the party, John told a joke to break the ice. Яғни вечеринкада Джон адамдар арасында қарым-қатынасты жеңілдету үшін әзіл айтты. Екіншісі, a piece of cake. Қандай да бір міндетті аз күш-жігермен қиындықсыз орындау мүмкіндігін білдіреді. Яғни өте оңай деген аудармасы. The test was a piece of cake. I finished it in 10 minutes. Бұл тапсырманы маған орындау оңай болды. Яғни бұл тапсырманы орындау бізді 10 минут алды. Мен 10 минут ішінде бітірдім деп аударылады. Hit the books. Бұл қандай да бір сынаққа, емтихан немесе тестке дайындалу процесін білдіреді. Мысалы, I have an exam tomorrow, so I need to hit the books tonight. Менде ертең тест бар. Сондықтан маған емтиханға немесе тестке дайындалу қажет. Under the weather. Мағынасы бұл тіркес біреудің ауру немесе аурудан зардап шегуі туралы айтқанда қолдана аламыз. Мысалы, I'm feeling under the weather, so I will stay home today. Мен өзімді мазасыз сезініп тұрмын. Сондықтан мен бүгін үйде қаламын деп аударылады. Bite the bullet және spill the beans. Bite the bullet. Бұл тіркес қандай да бір қиын немесе ауыр жағдайға төтеп беру, оны шыдамдылықпен қабылдау қабілетін білдіреді. I don't like the dentist, but I will bite the bullet and go tomorrow. Мен стоматологтарды жақсы көрмеймін, бірақ ертең өзімді қолыма алып барамын деген мысал келтіріліп тұр мына жерде. Spill the beans. Бұл тіркес қандай да бір құпияны, жасырын ақпаратты жария ету, ашу мағынасын білдіреді. Who spilled the beans about my surprise party? Менің сюрприз пати немесе вечеринкам туралы кім айтып қойды немесе бұл құпияны кім ашып қойды деп те аударылады. On cloud 9. Бұл тіркес адамның ерекше қуаныш, шаттық немесе мәз сезімін білдіреді. Мысалы, жаңа жобасы үшін таярдан ұтып алғаннан кейін ол бұлттың 9-шы қабатында жүр. Яғни ол өте қуанышты дегенді білдіреді. Мысалы, I'm on cloud 9 because I won a competition. Мен бұлттың 9-шы қабатында жүрмін. Себебі мен жарыстан ұтып алдым деп аударылады. You hit the nail on the head. Бұл тіркес біреудің қандай да бір тұжымды дәл түсірген пікірін немесе шешімін білдіреді. Мысалы, You hit the nail on the head when you said we need more practice to improve. Сен бізге көбірек тәжірибе керек деген кезде, керек екен айтқан кезде, дәл тура айтыпсың. The ball is in your court. Мағынасы. Бұл тіркес кейбір істің, мүмкіндіктің немесе мәселенің көшіп, қайсы бір адамға немесе жағдайға ауысқанын білдіреді. Мысалы, I've told you everything, now the ball is in your court. Мен саған бәрін айттым. Ендеше, доп сенің қақпағыңның алдында, яғни бұл шешім сенің артыңда қалады деп аударылады.